Бұл оқиға 2017 жылы оңтүстік Қазақстандағы шағын ауылда болды. Ол кезде түндер соншалықты тыныш еді, алыстан шыққан ең кішкентай дыбыстың өзін естуге болатын. Басты кейіпкер 15 жастағы Алхан есімді жасөспірім. Кештің соңы, жаздың аяғы болатын. Ол әдетте үйіне достарымен бірге қайтатын. Бірақ сол түн бәрін өзгертті. Түнгі 12-ден асып кеткенде, ол үйіне жақын баратын қысқа жолмен жүремін деп шешті. Ол жолдың екі жағында бірнеше иесіз қалған үйлер тұрған. Ауыл адамдары ол жақпен жүрмейтін. Сол үйлердің бірі қара үй. 90-шы жылдардың соңында бір отбасы жұмбақ түрде жоғалып кеткен үй болатын. Оған ешкім қайта қоныстанбады. Алхан онша сенгіш емес еді. Ескі ағашпен сынған терезелер ғана ғой деп ойлады ол. Бірақ сол түні ауа өзгеше ауыр болды. Иттердің өзі үрмей тыныш тұрған. Естіген жалғыз дыбысы аяғының астындағы қиыршық тастың сықыры ғана. Қара үйге жақындағанда оның ішінен әлсіз дыбыс естілді. Жай қозғалысы аяқ дыбысы секілді. Ол тоқтап қалды. Әлде жел шығар деді өзіне, бірақ жел жоқ еді. Кенет сынған терезенің ар жағынан бір сыбыр естілді. Жай ғана, бірақ қанын қатырып жіберердей анық. Барма, тоқта. Алханның денесі тастай қатып қалды. Дауыстың өзі адам дауысына ұқсамады, суық, эмоциясыз. Ол дереу кетіп қалмақ болды, бірақ сыбыр қайта шықты. Тоқтап тыңда. Сол сәтте терезенің ар жағынан бір қара көлеңке сырғып өтті. Мұндай қозғалысты адам жасай алмайды. Тым тегіс, тым жылдам еді. Алханның жүрегі атқақтап, ол бар күшімен жүгіре жөнелді. Жүгіріп келе жатып, артынан бірдеңенің келе жатқанын сезді. Бірақ ол аяқ дыбысы емес, жермен сырғанап келе жатқан бір нәрсе сияқты еді. Салқын дем оның желкесін сүйкеп өтті. Ол үйіне атып кіріп, есікті тарс жауып, барлық жарықты қосты. Дене дірілдеп, терлеп тұрса да, өзін-өзі тыныштандырмақ болды. Ештеңе болған жоқ, елестеді. Бірақ ол есікке сүйеніп тұрған сәтте, дәл сырттан тағы да сол сыбыр шықты. Бүгін емес, ертең, келесі күндері бәрі тыныш болды. Ол ешкімге тіс жармады, бәрі ұмытылар деп ойлады. Бірақ түн сайын, дәл сол уақытта, терезесінің сыртынан тырналған дыбыс басталды. Әуелі әлсіз, кейін біртіндеп қаттырақ, ұзын тырнақтардың әйнекті баяу сызып жатқанындай. Ата-анасы кеш қайтатын, сол себепті ол үйде жалғыз еді. Бір түні шыдай алмай, терезеге айқай салды. Кімсің? Саған не керек? Тырналған дыбыс сол сәтте тоқтады. Тыныштық орнады. Ол терең дем алып, бәрі бітті деп ойлай берген. Дәл сол кезде шынның ар жағынан сыбыр анық естілді. Сол түні мен сені көрдім, енді сен мені көрдің. Терезенің сыртында ұзын қара силуэт пайда болды. Ол қозғалмай тұрды, Алханды бақылап. Баланың денесін қорқыныш буып, қолдары дірілдей бастады. Терезеден алыстап, қашуға әрекеттенді. Бөлмеден шығайын деп есікті ашқан сәтте, дәліздегі жарық жыпылықтап өшіп қалды. Үй түгел қараңғыға батты. Дәл артында, құлағының түбінде жай, терең дем алу дыбысы естілді. Ол артына қарамады. Бар күшін жинап, алдыңғы есікке қарай жүгірді. Аулаға атып шыққан кезде, үйдің ішіндегі жарық өздігінен қайта жанып кетті. Ешкім жоқ. Бірақ терезесінің астындағы жерге қарағанда, ол жерден ұзын, адамға ұқсамайтын терең тырнақ іздерін көрді. Содан бері ол қысқа жолмен ешкім жүрмейді. Қара үй әлі бос тұр. Бірақ жылына бір рет, дәл сол оқиға болған түні, ауыл адамдары оның сынған терезесінің ар жағынан әлсіз сыбыр естиді. Мен сені әлі бақылап тұрмын.